Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 5 минутта дайындалатын жеңіл, пайдалы салат әзірлейміз. Құрамы қолжетімді, дәмі керемет. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Салаттың негізгі ингредиенттері қияр және сәбіз. Ең алдымен қиярды ұзынша етіп, орташа мөлшерде кесіп аламыз. Құрметті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, рахмет деп пікір қалдырыңыз. Кесілген қиярымызды үлкенірек ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді осындай кәріс сәбізіне арналған үккіштен өткіземіз. Сәбізді үккішке көлденең орналастырып өткізсеңіз, сәбізіңіз ұзынырақ, әдемірек болады. Ыдысымызға орналастырамыз. Қалған ингредиенттер қалауыңызша. Мен бүгін жартылай ащы бұрыш қосамын, қызыл және жасыл түрінен. Оларды ұзынша жұқа етіп кесіп аламын. Бұл салатқа аз ғана қызанақ қосқанды жақсы көремін. Себебі керемет үйлеседі. Көп жағдайда қызанақтар өте сулы болады. Ортасындағы сулы болып тұратын дәндері орналасқан бөлігін алып тастасаңыз дұрыс болады. Енді ұзынша етіп жұқалап тураймыз. Салатымызға бір тісше сарымсақ қосамыз. Сарымсақты майдалап турадың ең оңай әдісі оны бөліктерге бөліп, пышақпен басып, майдалап турау. Салатқа өзіңіз қалаған кез келген аскөк түрін қолданыңыз. Маған ақжелкен қосқан ұнайды. Оны майдалап турап, салатымыздың үстінен қосамыз. Осы мөлшерге жарты шай қасық тұз қосамыз. Бір шай қасық толтырмай қант қосамыз. Жарты шай қасық ұсақталған кориандр дәмдеу үшін қосамыз. Жарты ас қасық соя тұздығынан қосамыз. Қолымызбен күш салмай, барынша мұқият араластырамыз. Құрамындағы дәмдеуіштері, тұзы, қанты біркелкі араласуы керек. Келесі кезекте салаттың дәл ортасына бір шай қасық тәтті паприка қосамыз. Жарты шай қасық ащы бұрыш қосамыз. Туралған сарымсағымызды қосамыз. 30 мл сұйық майымызды қыздырып, осы дәмдеуіштердің сарымсағымыздың үстінен құямыз. Бастапқыда қасықпен, кейін күш салмай, мұқият қолымызбен араластырып аламыз. Қазақша каналымды қолдап, видео ұнаса лүпілдеріңізді басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Осы видео тағы да көптеген көрермендерге көріну үшін қолдауларыңыз керек. Жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Осы салатты міндетті түрде дайындап көріңіз. Алғыстарыңызды жаудыратын боласыздар. Сіздің де сүйікті салатыңызға айналады. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.